Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен түріктің сарьер бөрегін дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ол үшін су, тұз және електен өткізілген ұн қажет болады. Біз бұның барлығын жақсылап араластырамыз. Мен сіздерге бұның грамдарының барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Басында осылай бір қаттылау болып көрінетін қамыр илейміз. Бұл қамырды жақсылап илеп, бетін жауып қойып қоямыз және бірнеше рет қайтара міндетті түрде илейтін боламыз. Себебі біз тікелей қамырмен жұмыс жасайтын болғандықтан оқтаумен жаймаймыз, қолдың көмегімен жаямыз. Сондықтан қамырларыңыз осы видеода көрсетілгендей кемі 2-3 рет қайтарып илеңіздер, 10-15 минут тындырып қойып. Ал егер ерінбеймін десеңіздер, ерінбей 10-15 минут басында илесеңіздер де болады. Осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Оны 25-30 сантиметрді етіп, шағын-шағын қылып жайып аламыз да. Алдын ала табада сары май мен сұйық майды, оның да грамын описание бөліміне қалдырамын, әдімлеп ертіп алатын боламыз. Сол ертілген майымызды қазір осы жайылған 2 қамырымыздың ортасына жаятын боламыз. Ол үшін бізге осындай шұңғыл ыдыс қажет. Түбіне майды жағып, бетіне қамырды қойып, оның бетіне де майды жағып, және екінші қамырымызды бетіне орналастырамыз. Бұл қамырымыз біздің оқтау емес, қолдың көмегімен жайылады. Сондықтан осы майда тұрып, майға әбден піскені жөн, яғни май бойына сіңгені жөн. Осы майдың арқасында біз қазір қамырымызды әдемілеп жайып алатын боламыз. Енді начинкасына кірсек, начинкасына біз жуаны алып, майдалап турап алатын боламыз. Егер сіздердің жуаларыңыз үлкен-үлкен болып кетсе, қамырды тесіп жіберу мүмкін, өйткені өте нәзік қамыр шығады бізден. Осылай фаршымызды алып, жақсылап комочкалардың барлығын езіп, әдемілеп қуырып алатын боламыз. Үстіне пиязымызды саламыз, тұзымызды, бұрышымызды, және де бұл сарьер бөлектің бір ерекшелігі, біз осы фаршқа мейіз қосатын боламыз, яғни кептірілген мейіз. Менде қара түрі болмады, сондықтан сары мейізді турап қостым. Сіздер уайымдамаңыздар, ол неге фаршқа мейіз тәтті нәрсе қалай болады екен деп. Ерекшелігі сода, осы мейіз біздің фаршымызға, яғни начинкамызға өте ерекше дәм береді. Міндетті түрде қосып, жаңағы фаршымыз пісуге жақын қалғанда қосып 5-10 минут жақсылап араластырып қуырып жібереміз. Осы кезде біздің тестіміз да майда сіңіп тұрған дайын болады. Мына бір бөлек шетке алып, фаршымызды суытып қоямыз. Достар, егер менің видеоларым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Осылай қамырды алып, шет жағынан жан жағына қарай тамаша етіп жаямыз. Бұл қамыр майда тұрғандықтан, бойына май сіңгендіктен өте тамаша болып жайылады. Және қамырыңыз үлкейе бастаған кезде осылай ауа кіргізіп жан жағына қарай тартатын боламыз. Бір ескертетін жайт, мен жаңа видеода көрінбей қалуы мүмкін, мен осы столымның үстіне кішкене май жағып алған болатым. Және мынандай қамырларыңыз кішкене жыртылса, ол еш нәрсе етпейді. Өйткені біз бұл қамырды қазір начинкасын салатын кезде ішін орама қылып орайтын боламыз. Ол білінбей қалады. Осылай ауа кіргізіп жан жағынан тарта отырып, өте жұқа, нәзік қамыр қолмен жаятын боламыз. Сіздер бұл бір көрінгенде қиын болып көрінуі мүмкін, қорықпаңыздар. Өте тамаша осылай жұмыс істеуге күшті болып келетін осындай әдемі қамыр жайылады. Міне осындай шет-шеті қалың болып қалмасын, соны ескеріңіздер. Барынша жұқа болсын тестіларыңыз. Осылай ішіне начинкасын салып, екі жағын орап, бұлай осылай қайыра отырып, әдемілеп орама жасап аламыз. Міне қараңыз, мынандай шет жағы қалың болып қалмасын, соны қадағалаңыздар. Негізі оригинал рецептте бетіне жұмыртқа жақпайды. Мына менде күнжіт болсын, мак болсын, ұнатқан заттарыңызды сеуіп, пешке, қыздырылған пешке салып, осылай пісіріп аламыз. Көрдіңіздер ма? Жұмыртқа жақпаса да тамаша болып шыққан. Өте слоеный, сондай қатпар болып, өте тамаша болып шығады. Бұның бар құпиясы тек қана қамырында, достар. Қамырын барынша әдемілеп иін қандырып жайсаңыз, осындай тамаша сарьер бөрегі дайын болады.
Достар, мен видеоның басында сіздерге екі қамырды жайып көрсеткен болатынмын. Бұл соның бір қамырынан дайындалған сарьер бөрек. Осы қамырды дайындап болғаннан кейін менде қонақтар келіп екіншісін түсіруге мүмкіндігім болмады. Сол илеген қамырыңыздан дәл осындай 2 дана сарьер бөрегі шығатын болады. Қорықпай жасаңыздар. Бұл оригинал рецепт. Сіздермен болған мен Аяжан. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Келесі кездескенше.